Сәкенді Магаданға іздеп бару керек. Жерленген жерін көрген адамдар бар дейді. Қалада қашып шыққан дейді ғой. Жоқ, олай емес дейді. Одан нақты дерек жоқ. Осы әуре. Құлагерін көңілімнің қамшылама, сәкен десе ет жүрек жаншылама, қара орманның қайғысын қара киіп, арсыздықтан келеміз аршыбаға, арысым деп, арым деп ел айтады. Сарыарқаның сыңғырлай жел айтады. Есіл, есен, нұра көл айтады. Көп айтады, білмесе неге айтады. Ғұмырынды ғасырлар ұзартады. Атанына азған жұрт мұзартады. Сені қапқан қанденнің күшіктері бүгін біздерге көздерін қызартады. Күндей көрген көңіліме медеу бекем, сырсандығын сезімдің бебеулетем. Сұңқар дейді сәкенді самғайтұғын, сұңқар деген сәкенге теңеу мекен. Ақбоз атты құлатқан жала керме, Магаданға болаз деп бара берме. Сәкен деген халқымның рухы ғой, рухтарды көмбейді қара жерге. Аққулардың арманы бар ұясында, ор абаның зар бар қиясында. Маңдайына симаған алталаштың алты шумақ өлеңге сияды ма? Иә, Сәкен деген қазақтың рухы, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы, мәңгі сөнбес сәулесі. Өзі де, өлеңі де сырлы ақынның әдеби кешіне қош келдіңіздер. Сәкен лирикасының өзіндік сыр-сипаты алуан түрлі. Туған жерге сүйіспеншілік, табиғат көріністері мен құбылыстары, махаббат сырлары, сағыныш сазы, мезгіл суреттері, ән құсты аялау, ана мен бала сүйіспеншілігі, ақын лирикасының басты тақырыптары. Арқада бір жер бар еді, жібек самал саясы. Саяда бір көл бар еді, сырлы кесе аясы. Маржан құмы, күміс суы, мұңартқан торғын буы, көк кестелі айнала. Әдемеді мөлдіреген айна көлдің көрнегі, су бетінде елбіреген ақ шашақтар өрнегі. Келушеді мандасанда саясатсыз тұрмысқа, біраз тыныштық беріп жанға, демалуға тынысқа. Бір күн ерте айна көлдің күйін тыңдап жағала, бір ғажабын жана көрдім, қарап жатып жағада. Кен айнадан көзін көріп, құстар билеп ойнайды. Су түбінен маржан теріп, сүңгіп терең бойлайды. онда нағыз ғажайып дүниелер күтуге болады. Қазақтың маңдайына біткен Сәкен де дәл сондай. Жан дүниесі сұлулыққа толы сыршыл ақын. Сыршыл ақынның сұлу жанынан өріліп талай дүниелер туындап, қазақ әдебиетінің, сонымен қатар қазақ ән өнерінің бірегей туындыларына айналды.
Ортада кешіміздің қонағы, халық әндерінің орындаушысы Рахат Алтынбектің орындауында «Тау ішінде» әнін қабыл алыңыздар. айта берсек, сырлы кештің шегі болмастыра. Әйтсе де, ақынын көкке көтерген, барын бағалаған текті елдің ұрпағымыз. Осы орайда мектебіміздің жас тілшісі, 8-ші А сынып оқушысы Бимендин Бекзаттың дайындаған репортажына назар аударсаңыздар. Қайырлы күн. Сіздермен мен, Бимендин Бекзат. Бұл мектеп жаңалықтары. Бүгінгі репортажымыз қазақтың көрнекті ақыны, дарынды драматург, қоғам қайраткері, қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Сәкен Сейфуллин атамызға арналады. Қазір біз ауданымыздың маңызды ғимараттарының бірі әкімшілік алаңында тұрмыз. Бұл жерде Сәкен Сейфуллин атамызға арналған ескерткішті көріп тұрмыз.
Сәкен Сейфуллин Қарағанды облысы Ағадыр ауданы Қарашілік ауылында дүниеге келген. Әкесі Сейфолла серілігі бар домбырашы, саятшы, сөзге шешен адам еді. Ал анасы Жамал болса, аңыз әңгімелерді жатқа білетін салиқалы ана еді. Ол өзінің әкесінің тәрбиесін көріп өсіп, анасының аңыз әңгімелерінің зердесіне түйіп өседі. Ал бұл Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңарқа аудандық тарихи-өлкетану мұражайы 1984 жылы ашылған. Құрылған жылы Ұлы Отан соғысы ардагері жерлесіміз Далбай Төлеуовтың бастамасымен осы мұражайға жәдігерлер жинала бастады. Бұл Сәкен атамыздың 125 жылдығына арнап салынған саябақ. Кең даланы күңірентіп, қаттай қайлап ән салдым. Әнім кетті дыңылдап, жаңғыртып кең даланы. Салдым күшті дауыспенен. Әніме қосылды кең дала, аққулы қаздар шалқар көл, қамысты құрақты көк өзен. Қосылды бәрі шуласып, қосылды бәрі шаттан. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл Жаңарқа ауданының орталықтандырған кітапханалар жүйесі. 1943 жылы сауатсыздықтан енді арылған халық үшін есігін айқара ашқан мекеменің бірі осы кітапхана. Аудан бойынша сауатсыз халықтың білімін жетілдіруде Әубәкірова Қадиша, Әлкен Оспанова және де Мақсутов Рашид Қызылотауда кітапханалық қызмет көрсетті. Алғашында кітапханада 800 дана кітап болды. Содан бері кітапхана оқырмандарымыздың айнымас серігі болды. Қазіргі таңда кітапханада Сәкен Сейфуллинге арналған Сәкен мұрасы асыл қазына атты арнайы сөре бар. Сонымен бүгін біз ауданымыздағы Сәкен Сейфуллин ескерткіштері бар көрікті жерлерді аралап сіздерге таныстырдық. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Бүгінгі кешіміздің қадірлі қонағының бірі. Жаңа ғана өздеріңіз бейнебаяннан көріп тамашалаған аудандық Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңарқа аудандық тарихи-өлкетану музейінің экскурсия жүргізушісі Өтеуова Зәуреш Жарғапқызына сөз кезегін береміз. Қайырлы күн. Мен Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңарқа аудандық тарихи-өлкетану музейінде Сәкен Сейфуллин өмірі және шығармашылығы атты залында жинақталған жәдігерлермен сіздерді таныстырып өтемін. Ең бірінші сіздерді таныстырып өтетін бұл Сәкен Сейфуллиннің шапаны. Бұл Сәкен Сейфуллин Өзбекстанда іс-сапармен, яғни сол жерде, сол елде еңбек етіп жүрген кезде иығына киген шапаны. Бұнда шапан біреу ғана емес, бесеуі болған. Біреу біздің музейімізде, екіншісі Нұр-Сұлтан қаласындағы Сәкен Сейфуллин музейінде, және енді басқа үшеуі енді белгісіз қай жерде. Мына фотосуретте сол Сәкен Сейфуллин осындай шапан киген кездегі фотосуреті бейнеленген. Енді тағы да біздің музейімізде Сәкен Сейфуллин өзі ұстаған ақманы, кесесі. Бұл ақманның кесесін Гүлбахрам Сәкен Сейфуллиннің жұбайы, інісі Мажит Сейфуллинге аманат ретінде осы Сәкен Сейфуллиннің заттары деп осы қант ұсатқышпен бірге тапсырған еді. Осы 1994 жылы Сәкен Сейфуллиннің 100 жылдық мерейтойына орай Мажит Сейфуллиннің жұбайы және қызы Амина апай мен Рымжан осы Жаңарқа ауданымызға келген кезде біздің музейімізге тапсырған еді. Мына көріп тұрғаныңыздай осы Сәкен Сейфуллиннің етік құралдары. Бұл етік құралдарын Асқар Тегі Тайтілеу деген Жаңарқа ауданымыздың құрметті азаматы болып келген азамат осы біздің Сәкен Сейфуллиннің музейіне қамшысымен бірге тапсырған еді. Бұл Сәкен Сейфуллин өзі ұстаған қамшысы 6 өрімді, қайыстан өрілген және де сабы тобылғыдан жасалған, қапталғаны
былғарымен қапталған. Енді тағы да бір айтып кететінім, бұл бізде фоторамада бізде Сәкен Сейфуллиннің жеке құжаттамалар көшірмелері. Бұл Сәкен Сейфуллиннің 125 жылдық мерейтойына орай Ресейдегі мемлекеттік архивінен арнайы түсіріп бізге алып келген еді. Этнограф, зерттеуші, тарихшы және Қарағанды облысының мемлекеттік техникалық архивінің бастығы болып келген Темірғали Ашанбеков біздің жерлесіміз осы біздің музейге тарту ретінде берген еді. Енді мына жерде тағы да бізде Сәкен Сейфуллин шығармалары. Сол жылдарда Тажол тайғақ кеші романы, Айша, Бандыны қуған Қайми және тағы басқа Сәкен Сейфуллиннің өлең шығармалар жинақтары берілген еді. Және де біз тағы да Қызыл Сұңқарлар атты еңбегі желісінде түсірілген спектакльдің пластинкаға түсірілген 1982 жылғы шыққан осы біз пластинканы көрсетіп тұрмыз. Және де мерейтойына орай бюстісі 1984 жылы бізге тарту ретінде берілген. Біздің музейімізде сонымен қатар басқа да жәдігерлер жинақталған, құжаттар, көшірмелері, фотосуреттер. Егер қызық десеңіздер, сол музейімізге келіп көріңізге болады. Көп рахмет сізге, Сәуле Шаппақызы. Жақында Сәкен салғаныңызбенен атты бірінші аудандық жас ақындар мүшәйрасы өткен болатын. Аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен бастау алған шараның мақсаты жас ұрпақты еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігі үшін күрескен алаштың ардақтысы Сәкен Сейфуллиннің өмірі мен шығармашылығын оқып білуге баулу, ақынның өз заманындағы саяси қоғамдық көзқарасын таныту, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу, өскелең ұрпақты ұлттық рухқа баулу арқылы жастардың шығармашылығын шыңдау болатын. Рухани мәдени құндылықтарды келешек ұрпаққа жеткізу және тәуелсіз елдің дарындарын қалыптастыру, жас таланттарды анықтау. Байқау қорытындысы бойынша жүлдегер атанған жас ақындар бүгін ортамызда. Олай болса, осы ақындарға сөз кезегін берсек. Бейменде Амалбеков атындағы Тірек мектебінің 6-шы А сынып оқушысы Әбілқасым Мерас. Туған жердің әртасы ыстық маған дауы құм бораған. Саяхаттап шетелге барсам дағы, жүрегімдегі сағынышым шымшылаған. Туған жердің түтіні де ыстық маған, төбесінде әр үйдің будақтаған. Туған жерім аман бол, аманатым, ата бабам сенімен табыстаған. Туған жердің әр гүлі ыстық маған, жаныма нұр көңілге жыр сыйлаған. Туған жерге ақындар өлең жазып, түрлі ғып сумақтаған. Туған жердің түні де ыстық маған, жұлдыздары жылтылдап қимылдаған. Туған жерін ойламайтын адам болса, жүрегі тас қоладан жаратылған. Туған жер деп жыр жазам, жаза берем, жүрегімде тұнып тұр жырва бен. Туған жер деп жырлар кеткен, дәл Сәкендей болармын мен де ертең. Бәрекелді. Көп рахмет, шығармашылығын шыңдала берсін, қаламың шыңдала берсін деп тілеймін. Осымен біздің бүгінгі Сәкен бабамызды ұлықтауға арналған кешімізде өз мәресіне жетуге таяу. Құрметті мүшәйраға қатысушы жас ақындар, құрметті қонақтар бүгінгі келген. Сіздерге үлкен алғысымызды білдіре отырып, сөзіміздің қорытындысы ретінде аудандық білім бөлімінің әдіскері Мұхамедина Әсем Сенбиевнаға сөз кезегін бергіміз келіп отыр. Рахмет. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, міне бүгін мектепте өте жақсы, танымдық, әдеби кештің куәсі болдық. Бұның барлығы өскелең ұрпаққа осы біздің Сәкен Сейфуллиндей бабамыздың өнегесін, мұрасын бойларына сіңіріп қалыптастыру. Бұл біздің ұстаздардың негізгі мақсаты әрі міндеті.
Енді құрметті оқушылар, өздерің жаңа көптеген мәліметтер алып жатсыңдар. Бұның барлығы сендерге келешекте керек, қажет дүниелер. Мынау Мұқағалидың ауылына барса, ауылдың шетіне кіргеннен кішкентай балалар Мұқағалидың өлеңін жатқа айтады екен. Бұл неден, яғни бұл жас ұрпақты сол өздерінің жерлесін мақтан тұтып, ақынның өлеңдерін жаңа бойына сіңіру, тәрбие, үлкен тәрбие. Ендеше біздің Сәкеніміз де осындай құрметке әбден лайықты. Сәкеннің өлеңдерін жатқа айтып, шығармаларынан үзінділерді оқып білу, бұл әрбір осы Жаңарқада өскен жас өреннің міндеті деп білемін мен. Сондықтан құрметті оқушылар, әрине бос уақыттарың көп, қазір қолдарында бір телефон бар, соны өздеріңе пайдалы етіп қолдансаңдар, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Түрлі енді ойын ойнайтын көп бізде балалар. Соны көріп, өзіміз кішкене қарнымыз ашады. Дегенмен сол ойынға кетірген уақытты бір әдебиеттің бір шығармасын оқуға, өлең жаттауға, жаңағы мирас сияқты өлең шығаруға арнаса, ол біздің келешегімізге, өзімізге бір жақсы нәрсе қалыптастырғанымыз. Жаңағы Бекзаттың келешекте журналист болмайтынына кім кепіл бола алады? Міне барлық өзіміздің болашаққа деген жолымыз осы мектептен басталады. Мен де мысалы ұстаз болып туған жоқпын, осының барлығы менде де мектепте жүргенде бойыма қалыптасты. Сондықтан құрметті оқушылар, бүгінгі бізде осы Амалбеков мектебі жалпы аудан мектептерінде осы оқушыларды шығармашылыққа баулуда өте көп жұмыстар, жобалар іске асырып жатқан мектеп. Облыстық жыр жалын деген үлкен жобаның осы аудандағы бірден бір қатысушысы және жүзеге асырушысы. Міне Гүлназ Жұмажан қызы осы жобаны бастап, былтырда өте жақсы жұмыстар жүргізді. Міне биыл да жалғастырып жатыр. Соның бір іс-шарасы іспеттес осы Сәкенге арналған бүгінгі мынау іс-шара. Әрине жаңағы музейден келіп қызметкерлер таныстырып жатыр. Қараңдаршы, қандай керемет күнде барып біз мұражайға қолымыз тие бермейді ғой. Осының барлығын алдарыңа алып келіп жатырмын, әпкелері көрсін деп. Сәкеннің қамшысын ұстап, біз неге өзімізге содан қуат алмаймыз, неге біз жаңағы ақындар неге шабыт алмаймыз? Жаңағы Көкшетауды көрсетіп жатыр ғой, қандай керемет табиғат. Сол нәрседен өтіп кетеміз, жай көрген адам, ал бірақ одан шабыттан алмаймыз. Неге? Өйткені біз оны жанымызға түйсініп, неге бұл осылай болды екен, неге жаңбыр жауды екен? Анау Мұқағалидың бір өлеңі бар ғой, жапырақ туралы. Жапырақ күзгі саябақта келе жатса, қазіргідей күз кезінде жапырақ жаңағы адамның ізінің нен қалған жаңағы неге ілініп қалады, соған тіреліп тұр дейді жапырақ. Сонда жаңағы Мұқағали, оны жай адам өтіп кетуі мүмкін, а Мұқағали көргенде жаңағы жапырақты анау адамның жүрегі сияқты бүлкілдеп жатқан, бүлкілдеп соғып тұрған адамның жүрегі болып елестеген ғой жаңағы жапырақ. Ал мына содан шабыт алған ақын өлеңін жазды. Жаңағы керемет табиғаттың суретін нен шабыт алған суретші сурет салды. Ал енді біз ол шабыттың бәрін, біздің бойымыздың барлығы тұнып тұрған өнер ғой, сол өнерді аша білу біздің ұстаздардың міндеті. Ал оны әрі қарай дамыту, ол әрқайсымыздың міндетіміз болды. Сондықтан кез келген нәрсеге жай қарамай, оның барлығынан белгілі бір күш алуымыз керек. Осы жолда енді жаңағы мектеп жаңалықтары жобаларыңыз өте тамаша. Енді Сәкеннің шығармаларын әрі қарай осы ізін жалғастыратын ұрпақты тәрбиелейміз деп биыл қолға алдық. Жаңа Сәкен салған ізбенен деген мүшайра, жас ақындар мүшайрасын келешекте жалғасын табады деп есептейміз. Енді бүгінгі іс-шарада өте мазмұнды,
әр балаға тәрбиелік мәні зор. Сондықтан құрметті ұстаздар, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Балалар тәуелсіз еліміздің келешек іргетасын қалайтын ұл сендер. Сондықтан осы білімді болып, жігерлі болып, келешекке өз мақсаттарында қазірден бастап қойған жақсы, білімді, мықты азамат болып өсіңдер. Рахмет. Рахмет сізге. Рухани құндылықтың адам үшін маңызды екенін айқындайтын осындай іс-шараларымыз көп болсын деген ниетпен бүгінгі шарамызды аяқтаймыз. Көп рахмет сіздерге.